Түркістан облысы Арыс аудандық соты сот төрелігін жүзеге асыруда нақты жүйелі әдістерді қолға алды. Бұл тұрғыда Арыс аудандық соты 2022 жылдың 3 айында атқарылған жұмыстарға есеп берді. Соңғы 3 айда Арыс аудандық сотына 19 қылмыстық іс түскен. 16 іс аяқталып, оның ішінде 11 іске үкім шыққан. 1 іс қысқартылып, 5 іс әлі де қаралуда. Медиатордың қатысуымен 1 қылмыстық іс аяқталған. 2022 жылдың 1-ші тоқсандағы азаматтық істер мен әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша Арыс аудандық сотының төрағасы Сапархан Умаров мәлімет берді. Азаматтық істер бойынша аталған мерзімде 209 талап арыз түскен. 148 іс ол бойынша аяқталған, оның ішінде 53 іс бойынша шешім шыққан, 18 арыз кері қайтарылған, 3 арыз қабылдаудан бас тартылып, 9 арыз қараусыз қалдырылған. Бұйрықтық өндіріспен қаралғаны 48 іс, тоқтатылғаны 34, оның ішінде 28-і медиация тәртібімен аяқталса, 5 іс талаптан бас тартуына байланысты тоқтатылған. Ал 1 іс талап қоюшының қайтыс болуына байланысты қысқартылған іс бойынша. Соттылығы бойынша 4 арыз жолданып, 7 арыз біріктірілген 1 іске, бұйрықтық өндіріспен қаралғандарды қоспағанда қаралып аяқталғандардың саны 88 азаматтық істің 6-ына прокурор қатысқан. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша 2022 жылдың 3 айында 113 әкімшілік іс түскен. Арыс аудандық соты өз жұмысының ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету мақсатында бұқаралық ақпарат құралдарымен тығыз байланыс орнатқан. Соның нәтижесінде сот жүйесінде болып жатқан жаңалықтар, өзгерістер мен ақпараттар тұрғындар назарына ұсынылып келеді. Аудандық сот мамандарымен бұқаралық ақпарат құралдарына 2022 жылдың 3 айында 12 мақала, 5 дөңгелек үстел, 5 телесұхбат пен 2 облыстық соттың сайтына мақала салынған. Сот төрелігін іске асырудағы жауапкершілік, еңбек тәртібі мен технология мүмкіндігін тиімді үйлестіру Арыс аудандық сотының басты талаптарының бірі. Сара Кеңесбай, Бағдат Қайратұлы, RTV жаңалықтары.